Армысыздар, құрметті отандастар. Осы күндері Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Қырғыз елінде өтіп жатқан Орта Азия елдерінің 4-ші консультативтік кездесуі бұл тарихи және ерекше батыл қадам деп қарастыруға болады. Бұл басқосудың дәл Ресей, Түркия, Иран елдері кездесулерінің қарсаңында орын алуы бұл іс-шараның қаншалықты ерекше маңызға ие екенін көрсетеді. Және әлемдік геосаяси дағдарыс кезеңінде Орта Азия елдерінің қарқындап дамуына жаңа серпін беретіні анық. Сондай-ақ жаһандық саясат сахнасында Орта Азия елдерінің маңызды өз орындарына ие болуына жаңа қарқын беретіні анық. Бұл кездесулер елдерімізге келесі проблемаларды шешуге мүмкіндік береді. Жаһандық геосаяси дағдарыс кезеңінде жаңа сауда маршруттарын қалыптастыруға және де өңірлік қауіпсіздікті қалыптастыруға, діни экстремизм мен терроризмге бірлесіп күресуге, көрші Ауғанстан елінен туындауы мүмкін болған түрлі проблемаларға бірлесіп шешімін табуға, сондай-ақ туындайтын түрлі өңірлік проблемалардың шешілуіне бірге жұмылып, бірге атсалысып, шешу бойынша оңтайлы жұмыс жасау механизмдерін орнатуды қарастырады. Егер елдеріміз елдегі тыныштықты сақтай алса, өңірлік державаға айналу әбден. Қашан қазақ атандым мен азамдат, әлі күнге білмейсің ей адамзат есіміне береді бала жасың тұлпы тасты жыпыған кей азамат. Ару жолда мал терде бала берді, уайым түбі теңіз ғой бара берме. Жегер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат түбі боп төгіл қарал елге. Бүгін десең мен қазақпын, мұң кереген көк барақым бар, елім бар, жерім бар. Азияда емеспін мен, аралықпын жетінші материк, бірақ барша адаммен келістім.